Үрлемелі аспаптар оркестрі орындаған шығарма бүгінгі мерекелік шеруге қатысушыларға қайсар рух сыйлағандай. Атазанға деген құрмет естілді бұл әуеннен. Әбілқайырхан даңғылын нағыз думанға айналдырған бұл күнде 12 мың ақтөбелік шеп түзеп шеру құрды. Бүгін үлкен мереке, ол біздің басты заңымыз, ата заңымыз Конституция күні. Бүгін Ақтөбе қаласында үлкен осыған орай мерекелі шеру өтіп жатыр. Бізде саяси партиялар, оның ішінде Нұр Отан осы шеруге қатысып отырмыз. Арамызда көңіл күйіміз мерекелік. Конституцияның ел өмірінде, әрбір Қазақстан азаматының өмірінде ерекше орны бөлек. Ол біздің болашағымыз, ол біздің бағдарымыз. Сондықтан бүкіл ақтөбеліктерді Конституция күнімен құттықтаймын. Конституциямыз бекем болсын, ел көркейе берсін. Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионнан бастап облыс әкімдігі ғимаратының алдына дейін ақтөбеліктерге дәрігерлер, мемлекеттік қызметшілер, ассамблея мүшелері, құқық қорғау органдары, банк қызметкерлері мен мұғалімдер, өндіріс саласының мамандары, белсенді жастар мен мектеп оқушылары таныстырылды. Барлығының тілегі бір, мемлекетіміздің алтын қазығын қадірлеу әрбір қазақстандықтың қасиетті парызы десті. Кез келген тәуелсіз мемлекеттің темір қазығы киесі Конституция. Конституцияны біздің тілімізде ата заң деп тұрмыз. 1995 жылы қабылданған Конституцияның арқасында елімізде тыныштық пен бірлік нығайып, ұлттар мен ұлыстар арасындағы достық бұрынғыдан да гөрі кемелдене түсті. Ақтөбе облысында 19 ұлттық мәдени бірлестік бар. Ол енді Қазақстан халқы ассамблеясының құрамында алға қойған міндеттерді жүзеге асырудың алғы шебінде келе жатыр. Біз бәріңізді осы мерекемен құттықтаймыз. Кез келген мемлекеттің, елдің тәуелсіздігін, демократиялық құндылықтарын айқындайтын негізгі құжат Конституция. Онда мемлекет құрылымдарының, жеке азаматтардың, ұлт пен ұлыстардың, әлеуметтік топтардың мақсаттары, міндеттері, құқықтары көрсетіледі. Тарихқа жүгінсек, 1995 жылы 30 тамызда елдің жаңа Конституциясын қабылдау жөнінде бүкіл халықтық референдум өтіп, оған сайлаушылардың 90,58% қатысты. Олардың 89,14% ата заңның қабылдануын қолдады. Қазақстан халқы тарихи шешім қабылдап, еліміздің құқықтық өміріндегі жасампаз жаңа дәуіріне қадам басқан еді. Содан бері қарай тәуелсіздігіміздің тірегіне айналған ата заң мемлекет пен қоғамда орын алып отырған барлық саяси, экономикалық, әлеуметтік реформалардың ілгері басуының, дамудың қайнар бастауына айналды. Ата заң тәуелсіздігіміз бен тұтастығымыздың кепілі ретінде біздің бірлігімізді бекемдеп, елдегі тұрақтылық пен татулықтың берік тұтқасы болды. Қала тұрғындарын мерейлі мерекемен құттықтаған облыс басшысы Бердібек Сапарбаев осылай деді. Осы өткен 25 жылда біздің экономикамыздың дамуы, халқымыздың әл-ауқатының өсуі, халықаралық аренадағы абыройымыздың өсуі осы ата заңымызға да байланысты. Біз көпұлтты мемлекетпіз. Осы ата заңымыздың арқасында 100-ден асқан көп ұлттың өкілдері Қазақстанда бір шаңырақтың астында бір жанұядай тұрып жатыр. Осы ата заңымыздың арқасында Қазақстанның дүниежүзіндегі абыройы, беделі өсіп келеді. Онда біздің ақтөбеліктердің де зор үлесі бар. Міне бүгін соның айғағы деп біз есептейміз. Мен облыс басшылығының атынан құрметті жерлестер, осы мына бүгінгі шеруге қатысқан барлық кәсіпорындарға, мекемелерге, оқу орындарына, мемлекеттік органдарға, облыстық сот бастаған барлығына мыңда бір рахмет айтамын. Мерекелік салтанатта 50 жас жұбайға неке куәлігі табысталды. Ал шаңырақ құрғандарына 65 жыл болған Ізбасаровтар отбасы жас жұбайларға символикалық сыйлық тарту етіп, батасын берді. Шара өнерпаздардың тартуын ала ұсты. Патриоттық әндер шырқалып, мың бұралған бишілер қойылым ұсынды. Азаттықтың арқасында Алаш ата заңын ұлықтайтын ауыз бірлігі мықты елге айналды. Конституция сан буын ұрпақ алмасса да ескірмейтін, жыл өткен сайын жаңғыра беретін құндылықтардың жинағы. Бұл бүгінгі мерекені тойлаған ақтөбеліктердің пікірі. Жұлдыз Алмасқызы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.